Армысыздар, құрметті көрермендер, Кармология арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен Алтынай аман. Егер ер кісілерге арналған керемет лайфхактар білгіңіз келсе, онда міндетті түрде Кармология арнасына тіркеліп қойыңыздар. ютубтағы статистикама қарасам, мені көбінде ер кісілер көреді екен. Сондықтан мен нақты сіздерге арнап эзотерикалық лайфхактар жинақтадым. Міндетті түрде осы видеоны соңына дейін қарап шығыңыздар. Ол өте пайдалы. Ер кісілердің, жігіттердің тапқан табысын 10 есе көбейтетін эзотерикалық лайфхак. Осы видеоны соңына дейін қарап, арнаға тіркеліп, міндетті түрде лайк басып, пікір жазып кетті. Ал мен бастаймын. Айлық алған күні тапқан табысыңды үйге алып келіп, ұйықтар алдында ас бөлмеге кіріп, сондағы дастарханның астына тапқан табысыңызды қойып, түнеуге қалдырыңыз. Сонда 2-3 күн көлемінде сіздің табысыңыз 10 есеге көбейеді. Осыны әдетке айналдырыңыздар. Екінші, егер сіздерді гаишник тоқтатпасын десеңіздер, жай жүріңіздер десек. Осыны көлігіңіздің капотының үстінде түрдеп елестетіңіздер. Оны сіздің түсінуге қажеті жоқ, оны гаишниктер өздері түсініп алады. Ал енді үшінші, бұл алдындағылардан да қызық. Егер темекі тастағыңыз келіп жүрсе, болмаса басқа да зиянды әдеттеріңізден құтылғыңыз келіп жүрсе, онда кез келген айдың 4 күні, егер сол 4 нақты бейсенбіге түсіп қалған жағдайда, ұйықтар алдында былай деп айтыңыздар: ертеңнен бастап темекі тастаймын, сөз беремін. Я болмаса ертеңнен бастап боғауыз сөзді қоямын, сөз беремін деген секілді өзіңіз нені қалайсыз соны айтып ұйықтайсыз. Бірақ алдын ала айтайын, сізге вряд ли бір бейсенбі көмектеседі, егер стажыңыз көп болса. Жалпы осы күн кезіккен жағдайда, 4 күн бейсенбіге түсіп қалған жағдайда барлығында айта беріңіздер осылай. Міндетті түрде әйтеуір бір күні сіз сол өзіңіздің уәдеңізді орындайсыз. Жалпы бұндай сөздерді күнделікті айтып жүрген кісілер қай күнде нақты айту керек екенін білсеңіздер, ол да керемет. Сондықтан 4 күні бейсенбі естеріңізде сақтап алыңыздар. Және де тағы да бір лайфхак. Егер көлікпен бір жерден бір жерге барып келу үшін белгілі бір себептермен қорқып тұрсаңыз, онда жай ғана үйден шыққан кезде оны А точкасы деп алып, баратын жеріңізді Б точкасы деп алайық. Сол кезде мынау суреттегідей осындай аппақ жол елестетесіз. Яғни шығып барып келгенге жай ғана аппақ жол елестетесіз, болды. Аман-есен барып келесіз. Сонымен қатар кейбір жігіттерде көлік айдау фобиясы бар екен. Оны құтылудың жолын қазір айтамын. Ал сіз арнаға тіркелдіңіз бе? Өзіңіздің көлігіңіздің артқы сидениясына қалта бар ғой, соған вилканың басын жоғары қаратып салып қойыңыз. Болды. Жай ғана осы сіздің көлік айдау фобиясынан айырады. Және де қорқынышыңызды бәсеңдетеді. Ал енді маған пікірде айтыңыздар, сіздерге қандай лайфхак ұнады және қайсысын қолданатын едіңіз? Және де алдыда қандай лайфхактар жайлы естігіңіз келеді? Соны да пікір астында жазып, осы эфирге міндетті түрде лүпіл басып қойыңыздар. Арнада бұндай кез келген өмірге арналған лайфхактар өте көп. Міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше.